Баршаңызға сәлем. Аяқ асты тәтті жегіңіз келгенде дәл осы десертті жасап жеп көріңізші. Сізге ұнары сөзсіз өте оңай әрі дәмі тіл үйіретін, бар болғаны бірнеше ингредиенттен жасалатын десерт. Ендеше бастайық. Видеоны соңына дейін қарап қойыңыздар. Ең алдымен тарымызды жақсылап 4-5 қайтара жуып аламыз тазарғанша. Енді оның үстіне қайнаған ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысқа осындай 20%-лық сметанамызды және сгущенкамызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызға жаңағы жарты сағатқа қойып қойған тарымыздың сүтін басқа ыдысқа құйып алып, тек тарысын жаңағы сгущенкамызбен қаймақпен бірге араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай масса болады. Енді оның бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей біздің тәттіміз дайын болды. Енді әдемілеп ыдысымызға салып, бетін қалауыңызша сәндеп қойсаңыздар болады. Мен осындай шоколадты үккіштен өткізіп салдым. Немесе бетіне жемістерді қойып ұсына беріңіздер. Осымен оңай әрі дәмді десертіміз дайын. Қарапайым ғана тарыдан осылай әдемі етіп, қонаққа да өзіңізге тәтті жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.